Үржар ауылында бал фестивалі өтті. Ара шаруашылығын дамытып, жергілікті омарташыларды қолдауға бағытталған жиынға қытайлық кәсіпкерлер де қатысты. Бұл күні табиғи балды экспортқа шығарудың бастамалары жасалды. Үржар ауданы аймағымыздағы табиғаты тамаша өңір. Жасыл желекті ауданда ара шаруашылығымен айналысатын 80-нен аса кәсіпкер бар. Алғаш рет Балфест Үржар фестивалі ұйымдастырылды. Фестиваль аясында ғалымдар мен сарапшылардың қатысуымен халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Арадан бал өнімдерін алу үлкен еңбек пен ғылыми ізденістің нәтижесі. Біздің омарташыларымыз экспорттық потенциалын ұлғайтатын үлкен мүмкіндік. Көршілес мемлекетке бірнеше сапармен барғанбыз. Осы біздің өнімдерді кеңінен өте табиғи, таза өнімді қызығушылықтар өте жоғары. Сондықтан бұл мүмкіндікті пайдаланып, біздің ауданымыздың экспорттық әлеуетін потенциалын ұлғайтатын үлкен мүмкіндік. Бүгін жаңа жоғарыда айтып өттім, көршілес мемлекеттерден де келіп отыр, басқа аудан облыстардан да келіп отқан қонақтарымыз бар. Сондықтан осы мүмкіндікті кеңінен пайдалануымыз керек. Өте қазіргі таңда бұл тек қана бұрынғы әдіспен емес, жаңа заман талабына сәйкес, жаңа технология, жаңа ғылыми дәрежемен келетін үлкен шаруа. Сондықтан бал өсіру оңай емес, балды шығару оңай емес, араны асыру оңай емес, бұның барлығына үлкен ғылым. Сондықтан барлықтарыңызға осы еңбекте жүрген азаматтарымызға үлкен табыс тілейміз. Ғылым мен тәжірибе алаңы танымдық конференциясында ара шаруашылығындағы өзекті мәселелер талқыланды. Омарташылар фестиваль жәрмеңкеге балдың түр-түрін емдік шөптер мен тұнбаларда келген. Май гүлі, майдан бастап, майдың аяғында біз оны нетіп аламыз, құйып аламыз. Сүнген разнотравие, уже гүл басталады. Екінші качка дейміз, ол разнотравие, ол уже чөптер гүлдей бастаған кезде чөптікіне. Сүнген үшінші, ан жақта алмағаш, жантақ гүлдер бар, солар гүлдейді, қалдары. Содан ақ бал шығады. Сол үш түрлі бал шығады бізде. Занимаюсь я пасекой уже. Пасекамен 20 жылдан артық айналысамын. Нөлден бастағанмын. Тарбағатай тауындамын. Биылғы жинаған еңбегімнің нәтижесі осындай. Бүгінгі фестиваль бізге өте қатты ұнап жатыр. Бұл фестивальға біз өзіміздің бал өнімдерімізді алып келдік. Балдың бір түрін ғана алып келдік осы жылы. Халыққа ұнап жатыр, көріп жатырмыз. Және де осындай фестивальдар алда өте көп болады деп үміттенеміз. Бал аралардың өсімдік гүлдерінен жинайтын шырынынан өндіріледі. Шипалық және құнарлық қасиеті жоғары табиғи тағам екені белгілі. Ол медицинада, косметологияда және тамақ өнеркәсібінде қолданылатын бағалы шикізат болғандықтан сұраныс қай кезде де жоғары. Жаздайғы жинаған еңбектерін әкеп сатып жатыр екен. Қуаныштымыз. Баяғы осындай фестивальдар өте берсін, еңбектер жана берсін омарташылардың. Осындай ауданымызда осындай жиі болып тұрса екен, осылай фестивальдар. Бал фестивалі кәсіпкерлер үшін тәжірибе алмасуға және өз өнімін насихаттауға мүмкіндік болды. Бүгінде ауданда асыл тұқымды ара баптаумен 11 шаруашылық айналысады. Үржар ауданы осы омарта шаруашылығын дамытуға өте қолайлы аудан болып табылады. Бүгінде аудан бойынша 80-нен астам шаруа қожалықтары бар. Осы омарташылар бал өнімдерін өндіріп, өнімдерін тек қана осы Үржар ауданында емес, сыртқа да сатылады, саудаланады. Ұйымдастырушылар бал фестивалін алдағы жылдары дәстүрлі түрде ұйымдастыруды жоспарлап отыр. Нұргүл Садықова, Саягүл Семейхан, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.